Баршаңызға сәлем достар, менің есімім Ақжарқын, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видео өте ерекше болмақ, өйткені сіздерге бір ерекше тағамға обзор түсіріп жүрмін. Және видеоның соңында сіздер үшін қолөнерге байланысты распаковка түсірдім. Азғантай ғана менімен бірге болыңыздар. Ал тағамға келетін болса, біз 4 күн бойы қонақта болдық. Бұл дастархан біз үшін арнайы жайылған болатын. Бұл тағам Қытай елінің тағамы, аты хогу деп аталады. Өте дәмді, ащы, ашыны сүйіп жейтін адамдарға арналған. Және бұл жерде ешқандай жаман қоспа жоқ, барлығы халал. Бұның ингредиенттері грибы, зелень, спаржадан тұрады және соевый котлеттерден. Өте дәмді тағам. Араларыңызда білетін болса, жеп көргендеріңіз бар шығар. Және бұл еттің сорпасына салынып жатыр бұл жерде. Жаңағы қозқұйрықтар мінекей салып жатыр, зелендер. Мынау арнайы соусы, мынау соевый котлеттер. Дәмі өте ерекше. Егер мүмкіндік болса, сіздер де жеп көріңіздер. Және ары қарай сіздерге распаковка қарасаңыздар болады. Мен қонақта жүргенде менің сайттан берген заказдарым келіпті. Мен сіздерге осыдан кішкене обзор көрсетейін дедім. Өйткені бәрі қолөнерге қатысты болған соң, ең алдымен мен осы спицаны заказ берген болатынмын. Бұл спица 9 түрлі спица екен. Ең кішкентай спицаның размері 2 мм-лік, ал ең үлкені менде 6 мм-лік спица екен. Қарасаңыздар, әр түрлі түсте лескада келген. Өте әдемі көрінеді. Қолданып көремін, қалай болатынын. Және осы спицаның ішінде осындай мешочек жүреді екен. Яғни мына спицаларды осы мешоктың ішіне салып сақтауға болады. Өте әдемі, маған ұнады. Келесі менде осындай жіпке заказ берген болатынмын. Бұл 100% меринос, өте жіңішке жіп, 650 метр, 50 грамда. Мына жерде жазылған. Мен бұдан 2 моток заказ бердім. Ойымда бір шапка немесе берет бар. Егер точно бірақ білмеймін, егер ұнап жатса, осы беретке немесе беретка немесе шапка тоқитын боламын. Одан кейін мен осындай фермуар заказ берген болатынмын. Бұл фермуарлар сумкаға арналған, ұзындығы 25 сантиметр. Алдын мен интернеттен осындай сумка көрген болатынмын. Осындай фермуармен тоқылған. Осыны өзімнің қаламнан сатып алдым мына жіпті. Осы жіппен мен бір сумка тоқығым келіп тұр. Кейін тоқып бітірсем, сіздерге алдағы уақытта бөлісетін боламын. Бұл Ализе Астрахан деп аталады жіптің атауы. Және 100 грамда 150 метр, құрамында 82% шерсть, 12% махер және 6% нейлон. Мен осыдан 4 штук заказ бердім. Алдағы уақытта ұнап жатса тағы да тоқып жатамын деп. Кейін осындай арома свечалар заказ бердім. Осыдан 2 штук. Осындай прозрачный қапта келеді екен. Және осындай бір стаканчикте басқасында бердім. Бұл осындай коробкада келеді. Жай өзіме арнап үйге немесе фотоконтентке арнап заказ берген болатынмын. Кейін мен сумкаға арнап осындай колечкалар заказ бердім. Бұларды карабин деп атайды. Сумкаға өте ыңғайлы, мынандай осы жері айналады. Осыдан 4 штук заказ бердім. Кейін өзіме осындай фотофон заказ бердім. Мен алдында өзіміздің столға түсіріп тұрған болатынмын. Түсі онша ұнамайтын, бір келкі болмағандықтан осындай өзіме бір фотофон заказ бердім. Тоже сайттан алдым.
қанша қалғанын ұмытып қалдым, бірақ маған өте ұнады. И қазір менде жұмыста осындай көктемге арналған чепчик тоқылып жатыр. Алдағы уақытта каналға салатын боламын. Бұл тегін мастер-класс. Сәл қалды, күтіңіздер. Өте әдемі мынандай узормен, көп бола салысымен монтаждап каналға салатын боламын. Егер сіздерге қызық болса, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде осы шыққан мастер-классты ең алғаш болып көретін боласыздар. Және достарыңызбен де бөлісуді ұмытпаңыздар. Енді мендегі бар жаңалық осы. Сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет. Сау болыңыздар.